Assalamu alaikum, YouTube көршілер, Тұрартывың көршілері қандайсыздар? Барыңыздардың құтман күніңіздер менен. Бүгін 23 август 2023 болып қалды, туғандар. Жақшы Аллахым насип қылып, Құдай бұйырса, бүгін сол пеш жазайлы 11-ші шығарылышын шығарған тұрауыз. Барыңыздарға Аллах разы болсын. Шындай сол пешке салым қылғандар, Россиядағылар, сырт іштегендер, анан айылдағы мұсылман бір туғандар маға айылдан еле ұшы үйге читап кетіп, мен ұшы сол пешке қошымчам болсын деп таштап кетіп атқандарға Аллах разы болсын. Бұйырса, байлы алып жүрген ұшы центрдағы сезім магазиніне келдік. Негіз продуктыларды алып қойдық. Ұшы екі үй бөлігі жете тұрған продуктыға ақша жиналып қалды негіз, Құдай бұйырса. Анан екі үй бөлігі барауыз бұйырса. Айы мұқтаж үй бөлігі екен. Екі үй бөлігі тапшырып берейік. Бізімен болып тұрмыздар. Birinci үй бөлігі келдік. Азыр продуктын түшіріп отауыз. Бұл үйде тұрғаныңыздар қанша болды сіздер? Кім сіз сөйлей аласыз бен? Біз бітіріп келгеніме бір 6 жыл болып қалды ғой. 6 жыл? 6 жыл болып қалды. Екі оңыстарлы тұрасыз бұл кішінекі қыз? Балам армияда. Армияда ол? Бір 4 ай 5 ай болды армияға кеткен. Бұл қыз кімдекі кішінекі? Бұл өзім қызым. Негізі екі бала бір қыз. Ең ұлы балам қайтыс болып кеткен. Жамантамды ескі жамантамды ойнап отып дуал құлап кетіп балам басып қалғанда. Осымен балам жас кеткен. Стай балам 16 жасында кетті де. 16 жасында 15 жасында кеткен. 15 жасында кеткен. Аллахқа керек болды. Бұйырын тағдыр үшін өткен. Анан бір балам қалды, қызым қалды болды. Аз 4 мен қатталушыларым еш қылауыз да. Теге оразада баштағанбыз. Ошоларға Алла разы болсын ушундай жардам кылып коёкчу деп. Сол жазайыкчы деп. Кейде телевизордон деле көрсөтүп жатыр. Аллахым сизге насип кылыптыр ушул продуктларды кабыл алып коюңуздар. Бул үйдө ошол ремонтко муктаж болуп калыптыр аябай мына көрсөк. Азыр колумда эчтеке жок, ана сарайында бүтпөй жатыр. Уйым бар, ана кышкыга билбей мына соседтикине байлап турам го. Азыр ооруп калдым өзү. Азыр көчө эмне деп мен билбейм да бул жакта. Көчөнүн аты эмне? Бабыр көчө. Туугандар үйдүн акыбалын ичинде айттым сиздерге. Дагы ремонтуна жардам берем или усталар келип кичине колуңуздарды тийгиз койсоңуздар, Алла разы болсунчу. Кичине ушул ремонтко муктаж болуп калыптыр бул үйчү. Үйгө куюлган бирок, анкалар көрүнүп турган экен. Эми натижный кылып бирдеке кылып обшет этип коюш керек экен да. Бияга ачык экен. Генеремде канер бир. Бул газ коем деген анан. Биздин Алла разы болсун. Негизи кайрымдуу эл да биздин элдерчи. Буюрса бул үйдү көргөн болсо жардам беришет сиздерге. 6 жыл болду.
Бериңиздер анда силерге Аллахым ден соолук берсин. Оораңыздар кийинки үйгө барайгы. Рахмат. Буюрса экинчи үйгө келдик. Салмасбай жакындайсыз. Жакшы, Келдик. Буюрса мына ушу продуктуну кабыл алып сизге келдик азыр. Рахмет. Катталуучуларым, көрүүчүлөрүм ушундай сунуш кылдык элем мурда. Орозодон бери ушундай иш кылабыз. Көрүп аткан чыгарсыз YouTube'дан, көрүп атырмын. Жайылганда да жүргөнсүңдөр көрүп жатырмын. Кудай силерге өмүр жаштарыңыз узак болсун, өмүрлөрүңүз узун болсун. Эч качан карт эми өсүп бейбашчыларга, жетим жесилерге жардам бергендериңе рахмет. Көп жасаңдар. Алла разы болсун. Эч качан жамандык көрбөңдөр. Бизди Кудай сыйласын, силерди Кудай сыйласын. Мына азыркы учурда мен жаман абалда жүрүм. Кызым өз операция болуп отур. Ошол жамандыкты кече угуп калдык ошол. Жамандыкты бетин арылсын, Алла Таалам жардам берсин силерге да. Небереңиз жакшы болуп кетсин, Небереңизге да памперс алып алдык билип, Рахмет. Алып барыңыз, Анда түшүрүп койгула. Кудай жардам берсин. Туугандар, буюрса продуктуну түшүрүп бердик эжебизге. Ушундайга салымын кошкондорго Аллах ыраазы болсун. Туугандар, дагы да ушундай сооп ишке салымын кошом десеңиздер, телефон номерим экранга калтырып койдум. Негизи М-банк ошого катталган. Дагы кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө.